Сәлем бердім, жалпы қазақстандықтар. Мен осы бір айтайын деп отырған осы бат туралы ұғымымды. Жалпы батты біз деніміз сау күнде ішуіміз керек. Баттың қай-қайсының да адам ағзасына өте пайдасы жоғары. Сондықтан да мен жалпы өзім тянь-чин батын қолданамын. Тянь-чин бадының өте көмегі зор. 2019 жылы онкологияға ауырдым. 2021 жылы повторно операцияға жаттым. Сонымен қатар қазір мен денім сау, жақсы болып өзімді емдеп шықтым. 5-6 жылдай іштім. Баттың негізі өте көмегі зор деп айта аламын. Әрине больницаның да қосымша емделдім, дегенменен операциясы болды. Жақсы, өте рак молочной железа деп берген болатын 2019 жылы. Кейіннен гистология болып шықты. Артынан 2022 жылы емделе осы баттың өзінің өте күшінің жоғарғы дәрежеде екенін білдім. Бұл компанияда өзі Бақыт Мұқаша менің наставнигім. Қалай болған күнде де ол кісінің көмегі зор. Рахметімді айтам. Сондағы қыздарыма, өзімнің сіңілдеріме рахметімді айтам. Солар мені емдетіп, көмектескеніне рахмет. Бат Тянь-чин компаниясына рахмет.